Сәлем досым, 2025-ке 30 мыңға жетеміз деген мақсат қойдық. Сен бізге тіркелмегенсің ғой әлі, өтініш тіркеліп кетші, пожалуйста. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз. Тоғызқұмалақ жайлы бар шындықты айтатын боламыз. Бұл ойынды кімдер ойнау керек? Кім? Аға кім? Сәкес Фуфуй. Тоғызқұмалақ қанша жыл болды үйренгенге? Вот это поворот! Көшпенде олимпиадасына қатысатын сендерсіңдер балалар. Карим and Айну family. Сәлем достар. Ассалаумағалейкум баршаға. Мінеке біз Әбдікәрім екеуміз мектептен шықтық. Сәкен Сейфуллин атындағы. Біз қайдан шықтық? Біз Тоғызқұмалақтан шықтық. Бүгін Әбдікәрімде алғашқы рет Тоғызқұмалақтан жарыс болды, ә? Әбдікәрім бүгін бір баланы жеңдің, ә? Негізі Тоғызқұмалақта Әбдікәрім тобында ең кіші бала, жасы 5-те. Бұның алдысы 7 жасар және 5-ші сынып оқушы, 9-ші сынып оқушылар аралығында болды. Соған қарамастан Әбдікәрім өзінен едәуір 5-6 жас үлкен баланы жеңді бүгін, ә? Әбдікәрім, сен біздің чемпионсың, ә? Яма? Қайырлы күн, ата-аналар, оқушылар, Тоғызқұмалақ орталығында Тоғызқұмалақ үйірмесі жыл басынан наурыз мерекесі қатысылды. Құрметіне орай қош келдің әзінауыр сатты мектептік турнир өткізіп отырмыз. Жеңімпаздарды қазір 1-ші, 2-ші, 3-ші орындармен марапаттаймыз. Тоғызқұмалақ негізінде бұрынғы заманда ата ағаларымыз жерге сызып қойдың құмалағын ойнаған болатын. Ал қазіргі таңда бұл шамасы жеткен, ойлау қабілеті жоғары адамдар ойнайды. Яғни бұл бізде элиталық ойын болғандықтан қазіргі таңда өте заманауи ойын деп саналады. Майки 23 астында 62. 62, 23. Асен, Әбдікәрім. Аймқұл Әбдікәрім кім? Майки 23. 23-те 62-ні қосқан Қанша болады екен? 85. 82-ден асқан. Молодец. Отыр. Молодец, молодец. 82. Бисұлтан, сен нешедесің? 7-де? 1-ші класс па? А? 2-ші класс па? Жүкір. Нешінші класс оқисыңдар? 9. Молодец. Неше рет қатыстың жарыстарға? 2 рет, 3 рет. 3 рет. Тоғызқұмалақ қанша жыл болды үйренгенге? С рождения. С рождения?
Үйдегілер үйретті ма? Жоқ. Но это не точно. Бірінші орынға екеуің аласыңдар. Не көріп жатсың? Не көріп жатырсың? Не ол? Кубоктар ма? Бұйырса кубок көп болады, иә? Ата кім? Аға кім? Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллин, иә? Сәкен Сейфуллин атынан мектептеміз, иә? Мұрат жайды көріп жатыр. Біз уақыт қойдық 12:00. Қазір 1 минут қалды бізде. Қазір балдар арасында чемпионды анықтаймыз. Болды. Апай болды бізде. Оған қарамаймыз ғой, Екеу дауысын. екеуінше екінші орынға таласақ та. Дұрыс. Екінші орынға таласақ. Давай қаш, ойнаңдар. Ұсталып қалды. Балалар, бүгін қош келдің әз наурыз атты наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған мектепішілік турнирде өз мәресе келіп жетті. 3-ші орын алған үшін, 3-ші дәрежелі диплом алған үшін қош келдің әз наурыз атты наурыз мерекесіне орай шұғыла орталығының оқушылары арасында өткен мектепішілік тоғызқұмалақ турнирінде жеңіске жеткен үшін Әбдуманап Ерханат марапатталады. Молодец. Құтты болсын. Еңбегімен алды. Тағында 2-ші дәрежелі диплом Мұхтар Нұрғазы марапатталады. Бәрекелді. 1-ші дәрежелі диплом, 1-ші орын бізде Спабек Тәңірбергенге бұйырды. Шапалақ. Шапалақ, қаттырақ шапалақ. Ой, бәрекелді. Оң қарақып әдемі оқында қазір. Қандай тамашаның енді Қазақстан деген жазылып бар. Болашақ сендер балалар, көшпенділер бойында халықаралық көшпенділер олимпиадасына қатысатын сендерсіңдер балалар. Сондықтан ойындарында ары қарай дамыта беріңдер. Ғалымжан Мадина марапатталады. Мадина, бәрекелді құттықтаймыз. Бізде Нақбекова Жібек марапатталады. Бәрекелді. Молодец. Жібек өте белсенді, қалалық жарыстарға қатысып жүрміз. Бәрекелді. Қыздар арасында 1-ші дәрежелі диплом иеленген Төрабай Әмина марапатталады. Бәрекелді. Құтты болсын. Құтты болсын. Әдемі шықты.